Hagia Sophia храмы 6 ғасырда салынған, әлі сақталып тұр. 15 ғасыр болды. Көксарай, Көк мешіт, İstanbul қаласы. Halınız nasıl? İyi misin abi? Anlamadım. Ne diyorsun ya? Ben hepsi insanlara çok saygı ederim ya. Allah Allah. Allah Allah. Türk bavurlarımızın İbrahim Жандос деген ұстазымыз келе жатыр, Шымкент қаласы. Maşallah. Ne дейміз басқа деп? Қазақстанға сәлем жолдаңыз. Құрметті қазақстандықтар, Қазақстан еліміз мәңгілік ел болсын иншалла. Еліміз мәңгі жасасын. Жәке, мұна мешіт жайлы не айтасың? Енді Стамбулда жүргеніңізге біраз болды. Осы туралы бір кішігірім қазақ халқына, оқырмандарға, көрермендерге бір кішігірім ой пікіріңізді айтып жүрсеңіз, нұр үстінде нұр болушы еді. Ахмет Жами, Сұлтан Ахмет мешіті 1609-1617 жылдары арасында Османлы падишах 1-ші Ахметтің тарапынан құрылысы жүргізілген үлкен бір мешіттің бірі болып табылады. Бұл мешітті европалықтардың көбісі негізінде Мави Жами дейді. Мави Жами деген көк мешіт дейді. Не үшін көк мешіт дейді? Өйткені ішіндегі көптеген күббелері, үстіндегі көп қысымдарының барлығы көк бояумен әсемделген көк мешітке ұқсайды. Сол үшін бұны Blue Moscow деп айтады. Қоя тұр қазір. Өте керемет мағлұмат. Содан бері тұрған өте керемет Стамбулдағы мешіттердің бірі. Hagia Sophia мешіті. Фонтан өте керемет. Ар жақта трамвай. Ал ендеше Түркиядағы Хюррем Сұлтанның 1556 жылдағы шомылатын моншасы болған. Мына жерден түсіп, мына жерде билеп жатыр. Түрк оңай нәрсе емес ол. Біз 5 уақытымыз орындап қар қызықта. Соның өзі үлкен сөз. Саусан қарғалары да басқаша екен, Блатной екен. Қолын арқаға қойып алып, крутой болып жүр ондай жерде. Алла, ағаштарын қарай, Өйтіп отырмыз бізде ағаштың үстінде, астында шөпте. Керемет. Сұлтан Ахмет. Реставрация
meşit. Bu. Namaz okuyan. Kabul olsa qarayır mı? Restavratsiya bo'lуына байланысты. İnsan güneş gün çıqadığında vaqt fajr, bamdod, öğle, zuhur, peysin, yakında asr, akşam, mağrib, yatsı, isha. Güzel. Çok berdi. Neyse, 40 gün